Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Бағлан Абылайқызы. Мен сіздерге бір жылдық арманымды және жоспарымды көрсетемін. Және осы орындалған жоспар бойынша қандай жетістіктерге жеттім, соны жаңа жылда отчет ретінде сіздерге осындай видео презентация ретінде көрсететін боламын. Осы жылға мен жаңа жылға дейін 15 мақсат қойдым алдыма. Жақын арада бір кісі бір жылға 100 жоспар қойды екен. Сол 100 жоспар қою арқылы ол өте көп жетістікке жетеді екен. Енді 100 деп бірден 150 деп алмай қояйын. Өте үлкен 15 мақсат қойдым. Және оны қалай келе жатқанымды сіздер менің YouTube каналымнан қарап отыра аласыздар. Менің бірінші мақсатым ол өз саламда номер бірінші копирайтер болу. Яғни мен қазір бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің жетекшісі боламын. Сол жерде мен копирайтер саласын таңдап отырмын. Сіздерге копирайтер бойынша көмегін көрсететін боламын, және өзім сол салада қандай жетістіктерге жетіп отырмын, оны да сіздерге көрсететін боламын. Біздің алдымыздағы мақсат әркім өз саласында 1 миллион теңге әкелетіндей жоспар құрып, сол бойынша жұмыс жасау. Менің екінші мақсатым, егер де мен мықты копирайтер болсам, не болмаса басқа сала таңдасам да, мен барлығын бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің бірінші орында тұру үшін жасайтын боламын. Яғни мен бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің дамуына өз үлесімді міндетті түрде қосуым керек. Бір ерекше бір жаңа идея қоссам да бір үлесімді қосуым керек. Үшінші мақсатым, біз жетекшілер міндетті түрде біздің тобымызды алдыға жетелеп, оларға келген студенттердің бәрін жетістікке жеткізуіміз керек. Олар барлығы 100% өздерінің келген жоспарларын орындап, мақсаттарына жетіп, оқудың ақшасын қайтарып, жоталарынан шығу керек. Яғни менің тобымдағы онбасылар 100% оқудың ақшасын қайтарып алады. Не болмаса минимум 50% жотасына шығу керек. Соған мен өз көмегімді тигіземін. Және студенттерімнің минимум 70%, яғни менің қарауымдағы студенттердің 70% оқудың ақшасын міндетті түрде қайтарып алу керек. Енді оны ортасында кейбіреу жел шығып кететіндер бар, онлайнға ауысатындар бар. Соның бәрін ескере отырып, 70% жоқ дегенде жетістікке жету керек. Төртінші мақсатым, бір жылда жаңа жылға дейін жоқ дегенде 50 кітап, бизнес кітабын оқу, және қандай кітаптармен оқып отырмын, ол жерде не туралы айтылып отыр, сол жайлы сіздерге вебинар ретінде көрсетіп отырғым келеді. Бесінші мақсатым, ораторлық өнерді дамыту. Яғни байқаған шығарсыздар, тез сөйлеймін. Сол тез сөйлемді түзеп, кәдімгідей мықты оратор болғым келеді, соған мен жұмыс жасауым керек осы жылы. Алтыншы мақсат, бизнес тренер дәрежесіне шығу. Яғни біз қазір жетекші болып жүрміз. Кейін жаңа жетекшілер келген кезде біз жетекшілікті оларға тапсырып, барлығын үйретіп, өзіміз бизнес тренер деген дәрежеге шығуымыз керек. Жетінші мақсат, біз қазір 1000 студент деп жоспар қойып отырмыз өзімізге. Осы келген 1000 студенттің жоқ дегенде 600-ы табыс тауып кету керек. Бірақ біздің алдымыздағы мақсат 1000-ы табыс табу керек. Енді қазір план оптимистичный, реалистичный, пессимистичный дейді, соның реалистичный жоқ дегенде 600 болу керек. 8-ші жоспар, скорочтение. Байқасаңыздар, мен тез сөйлеймін, соны осы тез сөйлегенімді кітап оқудың бір пайдалы жағына асырғым келеді. Яғни қазір көп адамдар байқадым таңғы сабақтарда қалай кітапты тез оқиды, сол жол айта аласыздар ма деп сұрап жатады. Осы скорочтениені өзім бірнеше кітаптарын оқыған едім. Бірақ енді соны профессиональный түрде алып, кәдімгідей өзім де соны қолданып алдымен, сосын оны сіздерге үйреткім келеді. Номер 9-шы жоспар, домбыра. Қазір домбыра курсына барып жүрмін. Мүлдем домбыраны шертуді білмейтінмін. Қазір 1-2 күйді кішкене бастап келе жатырмын шертіп. Осы жаңа жылға дейін 7 күйді профессионалдық дәрежеде үйренуім керек. Салтанат күйі үшін несі барғам курсқа, осы курста міндетті түрде үйренемін салтанат күйін. Сосын қазір домбыра курсын өткізіп жүрген кісілерге Қанатбек ағалармен көмектесіп жатырмын реклама жағынан.
менің тарапымнан жоқ дегенде 70 адамды осы домбыра курсына әкеліп, олардың домбыра үйреніп, біздің қазақи дәстүріміз дамуына себепкер болу. Номер 13 жоспар. Менің бауырым бар, Ақлек деген. Енді бізге сырттан көмектесетін, ондай бір тіреп тұрған ештеңе жоқ деп айтамыз. Біздің мақсат әркім енді осы барлығына өзіміз тырысып, өзіміз жасауымыз керек қазіргі кезде. Менің міндетті түрде осы бауырыма көмектесуім керек. Өйткені біздің жауапкершілік, біздің өміріміз үшін жауапкершілік қазір өзіміздің мойнымызда. Сол үшін Ақлек бауырыма осы жаңа жылға дейін күзде үйінің керегесін көтеріп, 2 этажды коттедж салып бастады. Бірінші этажын ғана бастап бітірді. Енді екінші этажын көтеріп, крышасын жабуға көмектесу. 11-ші жоспар. Алдымыздағы әпкеме жасауына көмектескім келеді. Бұйырса осы жылы үйленем деген жоспар қойып отыр. Соған өз үлесімнен жасауына көмектескім келеді. 10-ші, мына жақта бір шатасып кеткен. 12-ші жоспар. Мен 17 жоспар болып кеткен екен менде. Мейлі осы жерде ағылшын тілін қалай 3 айда үйретемін. Осыны қазір менде методика бар, оны жасап жатырмын. Жаңа осы жақын арада бір жақсы курс тауып алдым. Бағда 3 айда кәдімгідей жетістікке жетесіз үйренуден. Өзім мен ғана бастадым. Соның өзінде жетістік. Кітапты оқыған кезде словарьсыз оқимын, түсінем, 70%-дай кітаптың мағынасын түсінем. Енді осыны басқалармен де бөліскім келеді. Сол үшін бірінші қарастырып, неме болмаса бірдей бастасақ болады, бірдей 3 айдың ішінде меңгеріп шығатындай. Сосын бізде қазір байқаған шығарсыздар, саяхаттайым деген агенттік туралы көп айтады. Саяхаттайым туралы біздің жалпы туристік агенттік, ішкі туризм дамытуға арналған. Осы саяхаттайым бойынша біз осы жылы, осы сезон кезінде жоқ дегенде 400 адамды саяхатқа шығарамыз. Сосын оны ұлттық нақыштағы агенттік ретінде жасаймыз. Яғни ол жерде ат жарысы, садақ деген сияқты қазақи нелер болу керек, ерекшелік болу керек ішінде. Сосын оны 2 миллион табысқа шығаруымыз керек осы саяхаттайымды. Сосын келесі жоспарым Бауыржан Момышұлы көшесінде Алматы аренаның жанындағы үйлер. Сол жерден өзімнің үйіме алғашқы взнос жасау. Осы жақтағы үйлер маған өте қатты ұнайды. Осы жерден мен үй алғым келеді. Сол үшін енді осы жыл бірден үй аламын деп уәде бере алмаймын, бірақ тырысамын. Оған дейін мен первоначальный взнос жасап, мүмкіндік болса кілтін алып, арқтай кіретіндей дәрежеге жеткім келеді. Сосын күзге дейін мен келеді. Мен өзім кішкентаймын, сосын маған осындай кішкентай көлік жарайды деп ойлаймын. Осы кішкентай көлікті, осы Матис көлігін алып, дәл осы жасыл түстес көлікті алып, күзде сіздерге сенші хабар сұрағым келеді. Ол үшін мен күзге дейін право алуым керек, әлі правом жоқ. Осын бәрін бірдей үйренеміз. Сосын біздің ең үлкен жоспар бизнес бастау кәсіпкерлік мектебімен бірге, яғни бизнес бастау ұжымымен бірге жаңа жылда Рим еліне саяхат жасау. Байқаған шығарсыз, суреттеу өте әдемі жер, өте көне жер. Осының бәрін осы әдемі шетелге бұрын шықпаған, бірінші шығайын деп тұрмын. Осы ұжыммен бірінші біз жетістікке жетуіміз керек. Бірінші біз 1000 студентті оқытып, әрқайсысын жетістікке жеткізген кезде осы Рим еліне саяхатқа шығамыз. Осы менің 1 жылдық жоспарым. Осының бәрін орындап, сіздерге қуанышты хабармен бөліскім келеді сіздермен. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Бірге тамашалайық жетістіктерімізді.